Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран хаты оқуды жалғастырамыз. Бірінші тек қазақшасын оқимыз, иншалла, одан кейін соның арабшасын оқып шығамыз. Бақара сүресі 26 аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын, аса қамқор ерекше мейірімді Алланы тың бастаймын. Алла ақиқатты жеткізіп, құлдарының жүрегіне иман нұрын ұялату үшін масаны, тіпті одан да кіші немесе үлкен жаратылысты мысал айтып беруді ар көрмейді. Иман келтіргендер осы мысалдың хикметін түсінгендіктен оны Раббыларынан жеткен ақиқат деп біледі. Ал кәпірлер болса, Алла бұл мысалмен не айтпақшы, һәм не істемекші деседі. Алла онымен талайларды адастырып, талайларды тура жолға салады. Негізі, Алла сол мысал арқылы өзіне қарсы келіп асып болған азғын күнәһарларды ғана тура жолдан тайдыруда. Ол азғындар Аллаға иман келтіріп, пайғамбарға толық бойсынуға қатысты Аллаға берген уәдесінде тұрмай сертін бұзады. Сонымен қоса Алла бұйырған туыстық, достық қарым-қатынастарды үзіп, азғындыққа бастап жер бетінде бүлік шығарып, бұзғыншылық жасайды. Екі дүниеде де зардап шегетіндер міне солар. Әй кәпірлер, Аллаға қалай сенбейсіңдер? Әуелде жансыз едіңдер. Ол сендерге жан бітіріп өмір сыйлады. Кейін ажалдарын келгенде сендерді өлтіреді де, содан соң қайтадан тірілтеді. Содан кейін жауапқа тарту үшін түгелдей оның дәргейіне қайтарыласыңдар. Ол жердегі, яғни жердің асты үстіндегі бүкіл нәрсені сендер үшін жаратты. Содан соң шексіз ілімін, қалауы мен құдіретін көкке бағыттап, оны 7 қабат аспан етіп мінсіз жүйеге келтірді. Ол барлық нәрсені толықтай білуші. Кезінде Раббың періштелерге, мен жер бетінде үкім жүргізетін халифа жаратамын дегенде періштелер таңырқап, сонда жер бетінде бүкіл бүлік шығарып, бұзақылық жасайтын және нақақтан нақақ қан төгетін біреуді жаратасың ба? Біз бір өзіңе үздіксіз мадақ һәм шүкіршілік айтып, мінсіз кемшілік атаудан ада һәм ұлы екеніңді жар салып, бір өзіңді ұлықтаудамыз ғой деді. Сонда Алла оларға, расында мен сендер білмейтін қаншама жайттың қыр-сыры мен хикметін білемін деді. Түсіндірме: халифа жаратушының жер бетіндегі өкілі, яғни жер бетінде Алланың атымен үкім жүргізетін, жер бетін көркейтетін ерекше жаратылыс. Жалғасы: әрі адамзаттың өзге жаратылыстардан үстемдігі мен жердегі Алланың өкілі болуының хикметін ұғындыру үшін адамға барлық нәрсенің атауын мән-мағынасымен қоса үйретті. Артынша оларды періштелерге көрсетіп, қане айтқандарың рас болса, маған мыналардың атауларын айтып мән-мағынасын түсіндіріп беріңдерші деді. Сонда періштелер өздерінің шарасыздығын мойындап, сен мінсізсің, ұлықсың, біз өзің үйреткеннен басқаны білмейміз. Шүбәсіз алим, сен барлық нәрсені толық білетін шексіз ілім иесісің. Хаким, әр ісің мен әрбір үкіміңде талай хикмет болған асқан даналық иесісің деді. Сонда Алла адам баласын ардақты, абзал етіп жаратқанын паш ету үшін: уа адам, оларға мыналардың мән-мағынасын түсіндіріп беру, айту, атауын айтып бер деп бұйырды. Сонда адам періштелерге бар нәрсенің атауын айтып бергенде, Алла періштелерге: мен сендерге 7 қабат аспан мен жердегі ғайыптың бәрін білемін, сондай-ақ сендердің нені жария етіп, нені іштеріңе бүгіп жасырып жүргендеріңді де жақсы білемін деп айтпап па едім деді. Сөйтіп періштелерге адамның ілімін, артық жаратылысын және Алланың жер бетіндегі өкілі болуға әбден лайық екенін мойындап, адамға сәжде етіңдер деп бұйырдық. Олар сол мезетте тегіс сәжде етті. Алайда ібліс тәкаппарлық танытып сәжде етуден бас тартты, сөйтіп кәпір болды. Содан соң біз: уа адам, жұбайың екеуің жәннатты мекендеңдер, әрі одан нығметтерінен қалағанша жеңдер, тек мына ағашқа жоламаңдар, әйтпесе өз-өзіне қиянат жасайтын залымдардың қатарына қосыласыңдар дедік. Содан ақыры шайтан оларды тыйым салынған ағаштан жегізіп сүріндірді де нығметке толы мекендерінен шығарып тынды. Біз оларға: бәрің біріңе бірің дұшпан болып жер бетіне түсіңдер. Жерде сендер үшін біршама уақытқа дейін тұрақтайтын мекен және игіліктер бар дедік. Пұшайман болған адам Раббысынан аян етілген бір қатар сөздерді жүрегімен қабыл алып, солармен тәубе етті. Сөйтіп Раббысы оның тәубесін қабыл алды. Шүбәсіз ол тәубап, құлдарының шынайы тәубелерін қабыл етуші, рахим, әсіресе тәубе етіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Біз оларға жұмақтан түгелдей жерге түсіңдер, менен сендерге міндетті түрде тура жол көрсететін пайғамбар һәм кітап келеді. Кімде-кім менің тура жолымды басшылыққа алса, оларға ешқандай қорқыныш жоқ һәм олар әсте жабықпайды дедік.
ал күпірлік қылғандарға һәм кітаптағы аяттарымызды әрі болмыстағы және өз бойларындағы ақиқатты көрсететін айқын дәлелдерімізге сенбегендерге келсек, олар тозақтық, олар мәңгі бақи сонда болады. Әй Исраил ұрпақтары, сендерге берген нығметімді еске алыңдар, маған берген уәделеріңді орындаңдар, мен де сендерге берген уәдемді орындайын, және менен ғана қорқыңдар. Исраил, Яқуб пайғамбардың лақап аты. Ибрани тілінде Алланың құлы, Алланың таңдаулысы деген мағынаны білдіреді. Қолдарыңдағы Тауратты растаушы ретінде түсіргеніме, яғни Құранға иман келтіріңдер. Оған адамдар арасынан бірінші болып қарсы шықпаңдар, және аяттарымды атақ, лауазым, мал, мүлік тағы сол сияқты азғантай бағаға айырбастамаңдар. Менен ғана қорқыңдар, мені ғана пана тұтыңдар. Ақиқатты жалғанмен бүркемеңдер, және ақиқатты біліп тұрып жасырмаңдар. Намазды кемеліне жеткізіп әрі уақытылы оқыңдар. Зекетті толық беріңдер, және рукух етушілермен бірге рукух етіңдер. Екінші бөліктің соңы, енді осының арабшасын оқимыз иншалла. 26-шы аяттан еді ғой. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Arapçası da жылдам оқылады екен иншалла.